Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы Қаржы орталық акционерлік қоғамы білім саласындағы инфрақұрылымдық жобалар және әлеуметтік маңызды жобалардың негізгі оператор болып табылады. Тоқталып өтетін болсақ, ең ірі жоба деп айтуға болады. Бұл жеке мектептердің құрылысы және реконструкциясы, жатақханалардың құрылысы, ақыл мемлекеттік жинақтау депозит жүйесі, білім беру кредиттерін кепілдендіру және әлеуметтік студенттік кредит ваучер жобасы. Бұдан да басқа өзге де жобалар бар, бірақ дегенмен де 5 әлеуметтік маңызы бар жобаларды айтып өттім. Қысқаша егер тоқталатын болса, жеке мектептер салу құрылысы бұл ең алдымен еліміздегі қазіргі күні ең өзекті білім саласындағы сұрақтардың бірі. Соған сәйкес қазіргі күні еліміздің барлық аймақтарында 160 мыңнан астам мектеп орындарына деген қажеттілік бар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2025 жылға дейін 1000 мектеп салу тапсырмасын берген болатын. Соған сәйкес қазір еліміздегі жан басына шаққандағы қаржыландыру жобасы аясындағы жеке кәсіпкерлерді инвесторлардың қатысуымен елімізде көптеген мектептер салынып жатыр және мектеп қабырғасында көптеген оқушыларды жаңа орындарымен, заманауи үлгідегі мектептермен қазіргі күні қабылдап қуантып жатыр. Одан бөлек екінші жоба бұл тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 5 әлеуметтік бастамасының 3-ші бағыты бұл студент жастарды жатақханадағы орындармен қамтамасыз ету. Соған сәйкес 2022 жылдың соңына дейін 75 мың жаңа орынды енгізу межесі бізге қойылған. Сол жобаны қазіргі күні кезең-кезеңмен жоспарға сәйкес орындап жатырмыз. Елімізде қазіргі күні сол жоба басталған 2018 жылдың аяғынан бастап қазіргі күнге дейін бізде 85 жатақхана енгізілген, 25 мыңға жуық орынды студенттерді жаңа орындармен қамтамасыз етіп отырмыз. Қазіргі күні биылғы жылдың соңына дейін және 37 жатақхана есігін студенттерге айқара ашады деп күтіп отырмыз. Жобаның жүзеге асырылуы біздің қаржы орталығының жіті назарында. Барлық жоғары оқу орындары, колледж директорлары, жоғары оқу орындарының ректорлары және жеке кәсіпкер инвесторлармен әрқайсымен жеке-жеке жұмысты жүргізіп жатырмыз. Үшінші жобаға келетін болсақ, бұл әлеуметтік студенттік кредит дейді. 2019 жылы осы жобаны біз ең алдымен іске қосқан болатынбыз. Бұл жоғары оқу орындарында, колледжде оқып жатқан, жалпы қоғамға пайдалы іспен айналысып жатқан студенттердің волонтерлық жұмыстары үшін қаржы төлеу. Бұл 2 ваучер негізінде беріледі. 70 сағат жалпы бір жылдың ішіндегі максималды көлемді төленетін, 50 сағат жұмыс үшін 50 мың теңге, 20 сағат жұмыс үшін 20 мың теңгені алудың студенттердің мүмкіншілігі бар. Бұл 11 негізгі бағыттары бойынша қамтылып отыр. Оның ішінде ең негізгі бағыттары бұл экологиялық волонтерлық, репетиторлық ету, ағылшын тілін қазақ тіліне беру және ардагерлерге көмек, девиантты мінез құлықты балалармен жұмыс деген секілді. Бұны біз қазір жобаны жоғары оқу орындарымен, колледж басшылығымен және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жүзеге асырып жатырмыз. Төртінші жоба бұл ақыл депозит, яғни білім беру депозитін жинақтау жүйесі. Жоба жүзеге асырылған кезеңнен бастап қазіргі күні біз көптеген жаңағы білім беру депозиті бұл азамат өзіне жеке немесе өзінің баласына ашу мүмкіндігі бар. Яғни 4 банк арқылы депозит ашу мүмкіншілігі арқасында мемлекеттің сыйақысы жылдық 7%-ға дейін жетеді. Әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға, ал барлық тұрғындар үшін 5%. Одан бөлек банктың беретін мөлшерлеме үстемесі жыл сайынғы 9%-ға дейін жетіп отыр. Яғни бұл депозит еліміздегі жаңағы өсім көрсеткіші бойынша 16%-ға дейін жетеді. Яғни осы жинақталған қаржы арқылы мектеп қабырғасындағы оқып жүрген бала үшін немесе ер азамат, үлкен азамат өзі үшін
Қазақстанның барлық оқу орындарында және шет елде білім алу мүмкіншілігі бар. Егер грантқа түскен жағдайда, онда ол мөлшерлеменің барлық сыйақысымен шешіп алу мүмкіншілігі қарастырылған, және бұл жобаның өзінің кейінгі өсіп келе жатқан іні қарындастарына да беру мүмкіншілігі қарастырылған. Бұл қазіргі күні еліміздегі теңдессіз білім беру депозит деп біз толық айта аламыз. Бесінші жоба бұл білім беру кредиттерін кепілдендіру деп аталады. Бұл әртүрлі отбасылық жағдайға сәйкес біз жаңағы білім беру кредиттерін ұсынамыз. Банктер арқылы негізгі жасап жатқан жобаларымыз осы. Білім беру кредиттер жобасы бұл да білім алуға қатысты еліміздегі теңдессіз кредит деп айта аламыз. Бұл басқа банктар ұсынатын, екінші деңгейлі банктар ұсынатын кредиттардан өзгеше. Бұның өзгешелігі сол, бұл жерде оқу үшін, білім үшін алған кредитті студент оқуын аяқтағаннан кейін төлеу мүмкіншілігі бар. Бұл жоба бойынша жалпы жоба басталған кезеңнен бастап біз 1 миллиард 900 миллион теңге көлеміндегі кредитті кепілдендіргенбіз. Қаржы орталығымен 2 миллиард теңгеге жуық қаржы кредит алған. Қатысушылардың, бұл жобаға қызығушылық танытып қатысушылардың саны жаңағы банктың тарапынан өздері осы қолдау тапқан. Бұл 7200 өтініш, 3300-ге жуық студент, жаңағы 2 еселі қайталап алған студенттердің саны бар. Жалпы кредиттің жылдық мөлшерлемесі 20%. Біз барлық еліміздегі студенттерді жалпы осы кредитті алуға шақырмаймыз. Дегенмен де отбасындағы әртүрлі жағдайларға сәйкес оқу ақысын төлей алмай қалып жатқан студенттер жылына біздің еліміздегі жаңағы 10 мыңға жуық студент осы сұрақпен бетпе-бет келеді. Яғни оқудан шығып қалу қаупі артып отыр. Сондықтан біз елімізде қазір 130-ға жуық жоғары оқу орны бар екенін білеміз, және оған қосымша 700 мыңға тарта жоғары оқу орындарының студенттері бар. Айтып өтетін жайт, бұл жоба жаңағы бакалавриатта оқып жатқан жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Яғни студент абитуриент болса, оның қолында ең алдымен ұлттық бірыңғайдың тестілеуді тапсырған жөніндегі сертификат болуы тиіс. Немесе жоғары оқу орнында қазіргі күні оқып жатқан студент болса, ең алдымен жаңағы соңғы сессиясының транскриптін сұраймыз. Соған сәйкес студент алдындағы студент өзінің жоғары оқу орнымен келісім шартындағы көрсетілген сома аясында, мысалы, егер бір жылдық оқу құны 700 мың теңге болатын болса, ол студент еліміздегі жаңағы осы жобаның жалғыз қатысушысы Нұрбанкке барып жүгінеді. Соған сәйкесінше, егер жұмыс істейтін болса, оның өзінің жаңағы 6 айлық соңғы зейнетақы жинақтау қорынан түскен қаржысы қарастырылады. Егер өзі жұмыс жасамайтын студент болатын болса, онда оның бір ең жақын туысы, ата-аналары банкке барып, оның жаңағы кепіл беруші азамат ретінде банкке жүгіне алады. Соған сәйкес, егер банктың тарапынан қолдау табылатын болса, олар құжаттары бізге жолдайды. Сәйкесінше студент қаржысын біздің кепілімізбен банк жоғары оқу орнының шотына жолдайды. Яғни студент егер бірінші немесе екінші курста оқып жүрген болса, оған жоғары оқу орнының аяқтауға мүмкіндік береді. Яғни тек алғашқы жылдары 20%-дық қаржысын жаңағы 12 айға бөліп төлеу мүмкіншілігі, және жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін 6 ай рұқсат беріледі. Яғни жұмысқа тұру мүмкіншілігі. Жұмысқа тұрған студент жаңағы қаржысын 10 жыл ішінде бөліп төлеу мүмкіншілігі бар. Соған сәйкес студент ең алдымен ата-анасына салмақ салмай, жақын туыстарына салмақ салмай, өзі алған білімінің нәтижесін жұмысқа орналасу арқылы банктың алдындағы жаңағы берешек қарызын қайтару мүмкіншілігі қарастырылған. Мен жоғарыда және айтып отқандай, еліміздегі 10 мыңға жуық студент оқу ақысын төлеу сұрағымен жылына осындай алдынан сұрақтар шығады. Соған сәйкес біз егер
осындай жағдайға тап болған студенттер болатын болса, онда біздің колл-центрға 8800 080 28 28 нөміріне Қазақстанның барлық аймағынан хабарласу тегін, немесе 695 127 телефон нөмірі арқылы хабарласуға үндейміз. Қаржы орталығының мамандары кең көлемді осы жобаға қатысу бойынша ақпаратты ұсынатын болады. Әлеуметтік студенттік кредит жобасының ерекшелігі ең алдымен бұл жобаның дүниеге келуі Қазақстандағы біздің еліміздегі жастар жылы және волонтерлар жылымен тұспа-тұс келді. Сол кезеңде осы волонтерлықпен айналысып жүрген студенттердің шәкіртақысын өсіру сұрағы қарастырылған болатын. Соған сәйкес біз жоғары оқу орнының студенттеріне қоғамға пайдалы волонтерлық жұмыс үшін қаржы төлеу механизмін жасап шықтық. Қаржы орталығы, яғни студент әрбір қоғамға пайдалы қызмет үшін, әр сағат үшін 1000 теңге көлемінде қаржы алу мүмкіншілігі бар. Бұл 11 бағыт бойынша жүзеге асырылады. Қарттарға көмек, балалармен жұмыс, әлеуметтік осал санаттағы девианттық қылық мінездегі жастармен жұмыс, еліміздің барлық аймақтарындағы бар жастар ресурстық орталықтары ұйымдастыратын іс-шараларға қатысу және экологиялық волонтерлық, жануарлардың құқығын қорғау, мәдени әлеуметтік кешендердің сақталуын осы бағыттар бойынша жұмыс жүргізетін болса, онда студенттер өзі 2 түрлі ваучерді таңдау мүмкіншілігі бар. 20 сағатты, 50 сағатты ваучер. Студент осы жұмысты жүзеге асырылғаннан кейін сәйкесінше тізілімге сәйкес бізге есептерін бірнеше фотосуреттермен ұсынады, және жоғары оқу орны колледж тарапынан және жобасын жүзеге асырылған мекемеден растау хатын береді. Соған сәйкес біз ол студенттің құжаттарын толықтығын тексеріп, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі ол студенттің жеке есепшотына қаржысын аударатын болады. Қазіргі күні біздің аймақтардағы студенттердің қатысу көрсеткіштері жақсы деген деңгейде айта аламыз. Ең алғашқы жоба жүзеге асырылған жылы бұл жобаға тек жоғары оқу орындарының студенттері қатысса, 2020 жылдың соңынан бастап колледж студенттерінде қатысу мүмкіншілігі бар. Және тағы бір артықшылық, бұл егер 5 сағат 50 сағаттық жұмысты жүзеге асырған студент 5 академиялық кредиттарын қайта есептеу, 20 сағаттық ваучерді жүзеге асырылған студент 2 сағаттық академиялық кредиттарын қайта есептеу мүмкіншілігі бар. Еліміздегі оқу үдерісінің қазіргі күні кредиттік технологиямен есептелетін ескеретін болса, яғни студент жоғары оқу орындары өздері анықтаған, айқындаған негізгі пәні болып есептелмейтін сабақтардың кредиттарын қоғамға пайдалы қызметпен айналысқаны үшін есептеу мүмкіншілігі бар. Елімізде біз білеміз, қазіргі күні осы жобаны біз жүзеге асыруда ең алдымен волонтерлар туралы заңға және жастар туралы заңға сүйене отырып, және бұл жобаны еліміздегі ұлттық волонтерлар желісімен қазіргі күні бірлесіп жүзеге асырып жатырмыз. Студенттерге қолайлы болу үшін біз kazvolonter.student.kz платформасында тіркелу мүмкіншілігі қарастырылған. Одан бөлек шалғай орналасқан елді мекендердегі бұл жаңағы ұйым алаңдарын ұсыну мүмкіншілігі жоқ ауылды немесе басқа да кенттерде жұмыс жүзеге асырылатын болса, біз тек қана құжат түрінде растау хаттары болатын болса, жүзеге асыру мүмкіншіліктерін қарастырдық. Осы сіздердің платформаны пайдалана отырып, еліміздегі барлық студенттерге осы жобаға кеңірек қатысуға шақырамын.